балалар, бүгін ұйымдастырылған әрекетімізді бастамас бұрын сендерге мен керемет ойын алып келдім. Ойын ойнауларың келе ме? Иә! Олай болса балалар, мен сендерге мына жерде көңілді көліктер деп аталады ойынның аты. Ойынның шарты бойынша балалар мына жерде өздерінің қалаған көліктің түрлі түсті көліктердің ішінен таңдап аласыңдар және мұқият маған қарайсыңдар. Менің қолымда мынандай түрлі түсті текшелер бар балалар. Осы мен қандай түсті көтерсем, сондай түсті көліктер ортаға келіп, әуен ырғағымен кіші шеңбер жасап, көлікті жүргізетін боламыз. Ойын шарты түсінікті ме балалар? Иә! Олай болса, өздеріне қалаған көліктерден алуларына болады. Ала қойыңдар. Жалғастыру үшін біз көліктер туралы мағлұмат алып керек. Сендер қаншалықты көлік туралы біледі екенсің? Балалар, сендер қандай көліктерді жүргізіңдер? Қараңдаршы. Машина. Жеңіл автокөлігі, иә? Балалар, жеңіл автокөлігінен басқа қандай көліктер білеміз? Кеме. Сосын. Ал балалар, мен сендерге сұрақ қояйыншы. Кеме қайда жүреді? Суда. Суда жүреді, дұрыс айтасыңдар. Ал жеңіл автокөлігі қайда жүреді? Жолда жүреді, иә? Жарайсыңдар, балалар, дәл осындай көлік түрлерімен керемет тағы ойын ойналары келе ме? Иә! Олай болса, мен сендерге керемет ойындарды айтып қойдым. Балалар, қары көлік орталығында балалар, сендер ойдан ертегі құрастырып, сол ертегіні рөлдерге бөліп ойнайсыңдар. Қызыл көлік орталығында балалар, сол жерде көліктің суретін салатын боламыз. Жасыл көлік орталығында балалар, сендерге кеме көлігін құрастыруға арналған материалдар бар. Сол материалдарды қалдық заттардан пайдаланып, көлік құрастырып, оны суға салып жүздіріп, үрлеу арқылы жүздіріп ойнайтын боламыз. Кәне балалар, өз орталығымызда көліктердің түстері бойынша бөліне қояйықшы. Балалар, менің қолымдағы қандай көлік? Жүк көлігі. Дұрыс айтасыңдар. Ал мынау қандай көлік? Трактор. Дұрыс айтасың. Ал мынау қандай көлік? Ал мынау біздің досымыз балалар. Бұл балаға досымызға ат қояқшы балалар. Аты кім деп қоямыз? Азамат. Жарайды, Азамат деп қояйық. Балалар, мен сендерге ертегінің басын бастап берейін. Сендер әрі қарай жалғастырыңдар, иә? Баяғы өткен заманда Азамат деген бала болыпты. Ол бір күні орманға жидек теруге жолға шығады. Ол барлық көліктермен дос болады. Сөйтіп келе жатса алдына жүк көлігі кездеседі. Көмектесіңдер. Назыкырыңдасың. Зөкірі саған не болды? Мен батаққа батып қалдым. Онда мен татты досың сақын. Татты досың қайдасың? Сәлем, Азамат. Саған не болды? Зөкірігі ауада тасып отаққа батып қалды. Қазір шығарамын. О, жарайсың. Сөйтіп трактор жүк көлігін батпақтан шығарады. Азамат, сені орманға жеткізіп салайын. Осылайша жүк көлігімен бірге Азамат орманға келе жатса, алдынан өрт сөндіретін көлік кездесіпті. Пипу. Сәлем, досым, қаяққа баратжасың? Орманда өрт шығып сөндіруге бара жаттым. Жүр онда мен сенен көмектесейін. Жарайды. Осылайша достар бірігіп орманның өртін сөндіріп бастайды. Осылайша көліктердің достығының арқасында өртке оранған орманның оты сөніп, барлығы жақсы көңіл күймен үйлеріне қайтыпты.
Жарайсыңдар балалар. Ертегі сендерге ұнады ма? Балалар кімнің суреті дайын болды? Жарайсыңдар. Керемет көліктердің суретін салыпсың. Ал Малика сен ненің суретін салдың? Машина. Автокөліктің суретін салыпсың, жеңіл авто. Ал Ақжан сен ненің суретін салдың? Поездың суретін салыпты. Енді осы суреттеріңді қозғалысқа енгізгілерің келе ме балалар? Айлиннің суретін қозғалысқа енгізіп берейін мінекей. Қараңдаршы. Қараңдаршы, Айлиннің көлігі жүрді. Мінекей Диананың ұшағы ұшты балалар. Мінекей. Суда жүзіртейік мінекей. Қараңдаршы. Қандай күшті балалар. Мінекей. Балалар кемені құрастырып болған екенсіңдер, я балалар? Қане, олай болса кемемізді мына жерге суға келіп, жүзірейік, қане, дайын болған кемелерді әкеліп суға салайық. Әйлене қапет. О, жарайсыңдар, кемелерін. Балалар, сендер керемет ойын орталықтарында, керемет жұмыстар жасадыңдар, керемет ойындар ойнадыңдар. Түрлі көліктердің суретін салдық балалар, я? Оны құрастырдық, және ертегі желісі бойынша. Енді сендерге бір тағы да керемет ойын ұйымдастырып қойдым. Ойнағыларың келе ме? Олай болса балалар, ойынның аты не қайда жүреді деген ойын. Оны шығарды балалар. Мына жерде жүк көлігінің үстінде, қараңдаршы, жүк көлігінің үстінде суреттер бар. Сол суреттерді өзіміздің таңдауымыз бойынша алып, қандай көлік қайда жүретінін орналастырамыз. Ойынның шарты түсінікті ме балалар? Олай болса кезекпен барып, мына жерде көліктер ала қойыңдар. Таласпаймыз балалар, таласпаймыз, әдемілеп кезекпен аламыз. Ал кім? Малика, сен қандай көлік алдың? Машина. Жеңіл көлік қайда жүреді? Аслан, қане, бәрі жер баспаймыз, қанекей. Ұшақты ана жерге қояды. Қанекей, бері қарай. Ал ұшақ қайда ұшады балалар? Ұшақ қайда ұшады? Аспанда ұшады ұшақтар. Жарайсыңдар, қане, ал кеме алды, Алинұр кеме алыпты. Қайда алды? Қане балалар, мына жердегі пойызды дұрыс орналастырыпты, бәрі ретінде орналастырыпты. Кемелерді кемеге, автокөліктерді жолға орналастырыпты. Ал мына жақта ұшақтарды аспанда ұшырыпты. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қараңдаршы, барлық рельске орналастырғандарын, көлге және жолға орналастырған, және әуеде орналастырған көліктерді, сендер тапсырмаларды, ойын тапсырмаларын өте жақсы орындапсыңдар. Жарайсыңдар. Сендер бүгінгі ұйымдастырған әрекетте жақсы түсінді деген ойдамын балалар. Олай болса, сендер өздерің қалаған орталықтарына барып, ойнауларына болады балалар.